Енді менің түсінгенім сіздің айтуыңыз бойынша жалпы қорытындылай келе негізі біздің өнімдеріміз бүкіл ағзаны қамтиды, иә? Да. Қан, Да. ми, асқазан іш құрылысымыз, біздің ас қорыту жолы, иә, жалпылама алғанда жаңағы буындарымыз жалпы адамға сау болу үшін біздің өнімдерді кешенді қабылдаған жөн, иә, бірінен кейін бірін болсын, мысалы екеуін біріктіріп болсын, жалпы толығымен ағзаны қалпына келтіруге, жан жақты қалпына келтіруге біздің барлық өнімдеріміз қажет. Бәрі өнімдер қажет. Именно біз енді жаңғыз бауырдан, жаңғыз суставтардан тұрмаймыз ғой. Поэтому жаңа айтып жатырмыз, головной мозгтан бастап, сосудтан бастап, кишечниктен барлығын стройностьтан, обязательно стройности подключать ету керек. Это увлажнение кишечника, да, микрофлора восстановление, добавлять етіп осы біздің продукцияларын бірін-бірінен кейін барлығын қабылдаса адамдар, то кісілер, конечно же, результат 100% алып отырады. 100%. Менің айтып кетейін дегенім, бір упаковкадан, бір баночкадан результат болады, но оның барлығын 3 айдан 6 айдан кейін ішу керек. Именно от 3 до 6 месяцев мы должны пропивать комплексно. Мы создали комплекс именно, почему подход именно компании комплексно, начиная с сердечно-сосудистой системы, заканчивая опорно-двигательными аппаратами. Это наши суставы, это наши кости, да, все. И вот сейчас до меня говорила Сара Муратовна, что вся продукция состоит из микроэлементов, витаминов, аминокислот, которые нам нужны. Вот они есть у нас. Отдельно покупать что-то извне, ну, даже нету нужды в этом. Дозировано, да, дозировано, суточно, все в одной капсуле. Все это как бы грамотно, фармацевт-технолог это все уже преподнесла, говорят, пейте, оздоравливайтесь, получайте результат. Называется «Я за вас уже придумала, все готово». Да, просто пейте. Просто возьмите и пропейте. Для этого есть компания Richway, байлыққа жол деген компания. Именно осы компанияға келсеңіздер, жақсы денсаулықтың результатын аласыз, нәтижесін аласыздар. Нәтиже аласыздар. Қазақша үйреніп жүрміз. Үйренеміз. Енді қысқаша блиц сізге. Сұлулық үшін не ішу керек? Сұлулық үшін детокс программа Золушканы, стройности и антипаразитарканы ішуіміз керек. Қан қысымы мен жүрек аурулары, енді қан қысымын сәйкесінше ары қарай жүрек қан тамырларының ауруына келеді ғой, сондай адамдарға қандай өнімдер? Кабарнекс, мозговой комплекс и обязательно же антипаразитарканы ішу керек. Обязательно. Осы 3 продуктыны ішсе, жақсы результат алады. Конечно, 3 продукты менен ол тоқтамау керек, басқа продукцияларды қосу керек. Даже кабарнексті біз, я бы лично порекомендовала, те, кто прошел операцию, у кого есть стенд, шунтирование, я бы порекомендовала, у кого давление высокое, обязательно кабарнекс, мозговой комплекс, детокс-программу подключила бы, и вы увидите результат. Біздің халқымыздың енді шамамен бір 60-70% шығар ол. Балаларды санамағанда. Қазір бірақ мен естіген бірде бір балаларға анықтама алуға бардым ба. Сонда дәрігердің алдында айтып отыр, 10 жасар бала ма, өтірік айтпасам 12 жасар бала ма, қан қысымы жоғары дейді. Уже қан қысымы жоғары балаларда да тенденция қазір басталып келе жатыр. Тек қана үлкен кісілерде емес, қазір жастарда, енді 30-40 деп айтушы едік, қазір енді балаларда да сондай болып келе жатыр. Оның барлығы тамақтану, енді сол дұрыс тамақтана алмасақ та, енді 100% дегенмен де осындай өнімдердің пайдасын адамдар түсінсе деймін. Себебі кезінде ол пандемия кезінде де белгілі болды, байқалды, қанша біз адамдарға айтқанымен, дегенмен де сау болып шыққан адам біраз уақыттан кейін мысалы осы инсульт инфаркттардан қайтыс болып жатты.
Әйтпесе коронавирустан емделіп шыққан адамдар былай қарап тұрсаң енді жаңағы последствия қалады. Иә. Содан кейінгі біздің енді бірінші алған өніміміз сол үшін де Капернекс болды ғой. Себебі ең басты сол жаңағы болып өткен өте қайғылы осындай елімізде болған, бүкіл дүние жүзінде болған пандемияның кері әсерін жою қазіргі адамдарда. Не только давление қалды, но и сахарный диабет қазір бізде. Сахарный диабет очень много. Вот именно наша продукция именно работает в этом направлении. Опять же, это же Кабарнекс, опять же, детокс-программа. Вся продукция, если перечислять это, да, тот же для стройности, мы можем сказать, они все восстанавливают именно выравнивание или, как скажем, в организме нашем, да, контроль сахара, глюкозы и холестерина. Не зря сейчас назначают всем, говорят, что холестерин. Но холестерин тоже нужен для нашего организма, особенно для возрастных людей. Да? За 50 уже, знаете, надо осторожно бороться с холестерином. Холестерин нам нужен для нашего организма, для мозга, скажем так, да, для печени. Именно наша продукция выравнивает, восстанавливает именно холестерин и сахар, именно глюкозу в крови. И поэтому я рекомендую, у кого есть такие заболевания, как сахарный диабет, как высокий холестерин, именно обратить внимание на нашу продукцию. Вся продукция у нас натуральная, растительная, поэтому побочных эффектов не будет. Арырым, давайте я чуть-чуть формат изменю. Вы задаете вопросы все время, давайте я задам вам. Почему вы пришли к тому, что открыли сетевой и подключили туда именно оздоровительную продукцию? Енді жаңа айтып өткендей, негізі пандемиядан кейін ең көп болған жаңағы өлімдер, менің ойымша, адамдардың ішінде ол жүрек қан тамырларының аурулары болды. Одан кейін жалпы осы салада жүргеннен кейін біраз уақыттан соң бұл саладан басқа салаға ауыстым. Бизнестің басқа саласына кеттім. Бірақ күнделіктікі балаларым ауыра бастады. Енді екі баланың анасы болғаннан кейін мен үшін ең бастысы жаңағы өнім бәрібір керек күнделіктік. Себебі дәрі беріп үйренбеген балалар байқалып қалды. Одан кейін іздей бастадым. Қандай өнімдер бізде қазір бар? Қандай өндірушілер бар? Каспийден де заказ беріп көрдім, барлық жан-жақтан заказ беріп көрдім, бірақ көңілімнен шығатын өнім таппадым. Содан кейін жаңағы өндіруші іздей бастадық. Өндірушіні іздегеннен кейін осы саумалды таптық. Саумалды соны балаларға беріп бастадық. Сол кезде мен түсіндім. Жаңағы осындай қоспалардың тағамға қосатын белсенді қоспа дейді ғой, биологически активные добавки, ол біздің қазіргі замандағы өміріміздің негізі деп айтсам болады. Және де менің сол ең басты мақсатым адамдарға соны түсіндіру. Жаңағы көп ойлайды, біз БАДы сатсақ, біз жаңағы желілік маркетинг арқылы жұмыс істесек, біз әлі күнге дейін бір не алаяқтар, немесе ана сумкамен жүреді деген сияқты стереотип қалыптасқан. Бірақ соны бізге адамдарға түсіндіре білу керек. Біздің өнімдер ең бастысы, жаңағы басында да бір айтып өттім, өнімдер тексерілген болу керек ең бастысы. Себебі біз біреудің өміріне жауап береміз, денсаулығына жауап береміз. Ол өте үлкен мен үшін жауапкершілік. Себебі әр қазақ баласы, жалпы әр адам осы біздің өнімдеріміздің арқасында жаңағы айтып жатқандай керемет нәтижелер алып жатса, ол тіпті жаңағы сауапта. Үлкен кісілер алып жаңағы батасын беріп жатса, өте күшті, менің ойымша бір мотивация ары қарай жұмыс жасауға. Енді өнімдер қатарын біз әлі де толықтырамыз, ол ойымызда бар, біздің жаңағы болашақ жоспарларымызда бар. Ал не себепті желілік маркетинг деген кезде негізі жалпы мен өзім анам 2000 жылдардан бастап, енді шамамен сіздер қатарлас сол уақытта бастаған болар мүмкін. Сол кезде ойлайтын, не болса о болсын желілік маркетинг емес. Не болса о болсын, қайда барсам онда барайын, бұл болмайды деп. Бірақ кім ойлаған, өстіп ең соңында компания ашамыз деп. Бірақ ең бастысы мен
қарапайым бизнестен келген адам болғандықтан мен сіздерге мынаны айта аламын, желілік маркетингте сатқандай еш адам сата алмайды. Еш сатушы ондай қызығушылық танытпайды. Себебі бізде мысалы керемет қой. Бір адамға бір өнім саттың, ақшасын түсті, бірден алдың. Ал жаңағы традиционный бизнесте жүрсең, сен бәрібір білесің, сен біреудің бизнесінде жүрсің. Ал бұл жерде біз түсіндіреміз, бізде не себепті біздің адамдар, бізбен бірге жұмыс жасайтын адамдар неге серіктестер деп аталады? Себебі бұл жалпы компания. Бұл Reachway бір адам емес, Reachway ол үлкен қауым, үлкен серіктестер қауымы. Мысалы қазір қанша мыңға жетті, соның барлығы бір қауым, сол қауымның тауып отырған әркімнің өзінің бизнесі. Бірақ барлығын біріктіріп отырған, барлығына жаңағы дайын өнім, складирование, барлық жүйені құрып отырған ол Reachway компаниясы. Қысқаша айтқанда мен деп айтайын. Қысқаша сіз. Бірақ барлығын енді ол әр адамның жеке бизнесі. Барлығына дұрыс айтасыз, жеке бизнесіміз бізден өзі басталады осы бизнесіміз. Және де бұл жерде бастық жоқ, бұл жерде жаңағы уақыт белгіленбеген. Бірақ дегенмен де енді барлығы, менің ойымша дегенмен де барлығы уақытпен жүргізілу керек. Бірақ бұл жерде адам жаңағы сіздің алдыңызда болған біздің интервью қабылдаған ханым Сарамұратовна мысалы 75-те. Мен өзім жалпы жастармен жұмыс істегеннен көрі негізі үлкен адамдармен жұмыс істегенді жақсы көремін. Себебі ана айтады ғой, айналаңдағы 5 адам қайсысы екенін көрсетсең, 6-шысы сол 5 адамның ортасы сен боласың. Яғни среднеарифметическое. Сонда мысалы үлкен адамдармен, жалпы білімі көп адамдармен араласқан сайын, сол адамдардың білімін өзіңе де аласың, өзіңде үйренесің. Енді ол жастар қауымы жаңағы нашар деген сөз емес, жалпы алғанда менің өзімнің бағытым көбінесе солай. Да, опыт, знание, все это есть. Ну и дисциплина. Содан кейін видеоларымды көріп жатқан кезде көп айтады маған, анша апаны қайдан жинап алғансың сен деп айтып жатады маған. Самые дисциплинированные апашки. Себебі үлкен кісілерде енді жастарға мүмкіндік көп қой. Жұмыс жасауға уақыты бар. Әлі де таңдауға мүмкіндік бар. Бірақ бізде енді бұл да бір өте ерекше жаңалық. Біздің компаниямызда біршама жастар қауымы бар. Өте креативті жұмыс жасап жатқан жастарымыз бар. Тіпті алғаш статустардың бірін жапқан Диляра ханым, мысалы менеджеріміз, өте жастар көп. Менің ойымша біз мүмкін мен жас болғаннан кейін де шығар, барлығын бірге біріктіре алып отырмыз қазір. Үлкендер қауымында жастарда, себебі көбінесе жастар сетевойға келгісі келмейді, олар оны түсінбейді, оларға ол қызық емес. Себебі қазіргі заманда тіпті енді жұмыс көп қой, жұмыс көп, одан бөлек жаңағы жеке өзіне өзі жұмыс жасайтын жұмыстар да көп. Бірақ бізде барлығы бар, дайын базаға келіп жұмыс істей беруге болады. Ну, я поняла, что ваше направление именно здоровье. Не то, что, есть компании, которые, например, пластыри, там, мыломойки, все это подключают в компании. Ваше направление – это именно БАДы, здоровье, оздоровление, скажем так, нашей нации. Ең бастысы енді енді күнде айтатын тілегім Қазақстанға әлемге танылған мықты, тұрақты компания болса деймін. Және де осы біздің өнімдеріміздің арқасында, сапалы өнімдердің арқасында әр адам өзіне денсаулық тапса, өмірін ұзартса, әдемі қартайса, және де ең бастысы байыса, бұл менің ең басты енді мақсатым сол. Поэтому, наверное, ваша компания называется «Байлыққа жол. Путь к богатству». В переводе, который мы знаем, что Reachway – это значение этого слова, да, предложение нашего. Желаю нам всем здоровья, благосостояния, благополучия, и чтобы все знали, что есть компания такая, которая будет шагать по всему миру. Я надеюсь, такой вот именно продукцией, качественной, именно такой, знаете, подход самого основателя компании, самого производителя приведет к тому, что мы будем известны по всему миру. Байлыққа жол деген тек қана финансовый, жаңағы қаржылай байлыққа жол емес, жалпы денсаулыққа да, барлыққа да, жаңағы байлыққа, жан жақты бай болуға жол.
осы сол үшін де біз компаниямызды солай ричвей байлыққа жол деп атадық.